Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мұна қазақ диван батырлар. Мұна біздің жоғары жақта не шаруаларың бар, не ол жақта не жұмыстарың бар деп сөйлейтіндер. Бұл сендер ойлап жатқан шығарсыңдар, жай әшейін ақша істеудің амалы деп, мына сергек деген. Бұл сендерді қол қылуға дайындап жатыр. Қол болсаң, сен басқа нәрсемен шаруаң жоқ. Азанда кетесің, қабыңдар қалап арбаң кетер. Кешке макарон тауып келу үшін сен бала шағаңа қарауға уақытың болмайды. Сол құлдыққа дайындап жатыр. Сол диванда. Білмеймін, бұл халыққа мен қанша сөз айтып жатырмын. Дұрыс айтасың. Жоғарыда жақтағылармен жұмыс не өздері шешеді деп айтатын анау ақылдылар бар ғой, данышпандар. Біздің халықты басқарып отыр дейтіндер. Осылардың істеп жатырғаны осы, жоғарыдағылар. Сендер сиініп, менің патшам, менің басшым деп. Олардың ешқайсысын адал сайланған жоқ, ешкім халық сайлаған жоқ. Олар арам жолмен, арамдықпен, халықты алдаумен билікке отырып алған, омалып жабысып алған көттері. Осы Қазақстанның байлығы солардық сияқты сезініп, қан сезініп кеткен. А сендер малсыңдар соған көніп жүрген. Диванда отырып алып жазғанда мастерсіңдер. Келмейсіңдер ме, айтпайсыңдар ма? Мен айлығым 60.000 теңге, 100.000 теңге мен ұштырап қайтып төлеймін. Жоқ, жатыңдар. Ұрпақтарыңды Қытайға құл қылуға өздерің дайындап отырсыңдар. Жатыңдар, мен басқа ештеңе айта алмаймын мына халыққа.